Мы желаем спортсменам удачи. Ваш рефери на арене Тамерлан Ахтанов. Напряжение. Басталды. Хорошие схватки. Бітпейтін текетірес. 80 келі екеуіне 75 пен 80 келінің ортасында. Ал Нұрберген Шарипов өздеріңіз білесіздер. Крип Нага және Real Fight чемпионы. Ал оның қарсыласы, жалпы еркін күреспен айналысады. Ал оның қарсыласы Қуат Хамитов болса 33 жаста, бойы 1.75, салмағы 75 келі, грек-рим күресінің спортшысы, спорт шебері, АПФК WBK және WBC чемпионы. Ал көрейік қазір асықпайды. Қазір аяққа өтуге тырысқан болатын. Грек-рим күресінің айтылманы аяққа қарай өткені біз үшін қызық. Енді екеуі де аралас жекпе-жекпен де өнер көрсеткен, күрестен де хабары бар. Жалпы универсал жауынгерлер екенін жақсы білеміз. Да, не стоит забывать, что было знаменитое видео в социальных сетях, когда Нурберген Шарипов споймал на прием Куата Хамитова. Посмотрим, получится ли здесь у него это осуществить вновь. Аяққа өтті қазір. Алғашқы тейкдаун бар, ал қазір бақылау жоқ. Ну, успешно выбрался. 4 балл сұрап жатыр. Да, было бы это по правилам борьбы, может быть, и дали бы 4 балла. А так у нас немножко другие сегодня правила. Первые 2 раунда submission only и третий до броска. Қуатқа ертең айтатын да сөз керек қой. 4 балға лақтырдың ғой мен сені деген секілді. Нұрбергенге жынына тию, ол сүйіктісі қазір Қуаттың. Ал енді еркін күресті аяқтаса, грек-рим күресіне қарай көшкендей болып тұр. Тамаша, арқасын бағындырды. Забрал спину сейчас и пытался сделать бросок, но помешала конструкция сделать это амплитудно. Қазір жамбасқа атуға болатын еді Нұрбергенге. Әдемәдіс қазір арқасына да шығып үлгерді. Да, забирает спину сейчас Куат, отпускает. Кешірді. Енді бірақ ұпай жоқ қой. Бұны қазір осылай жатып қазір бір ауырту әдісіне түсіп қалса, онда Куат үшін ол кешірілмейтін дүние болады. Дарит нам шоу Куат Хамитов. Решил не душить прямо сейчас, поглядывает на время и рассчитывает, есть ли у него еще время, чтобы сделать вторую попытку сабмишна. Ну а Нурбергену здесь нужно немножко активизироваться и пробовать делать приемы самому или броски. Все-таки в случае поражения это будет уже 2-0 в противостояниях. Қуат қараңыз, адуына бір танк секілді алға қарай ұмтылып келеді, алға қарай. Қолын байлап жатыр. Енді грек-рим стиліне көшті. Не получилось сейчас осуществить бросок Куат Хамитову. Бұл жерде енді түсіну керек, лақтырғаннан да аяғын байлап қалса, қазір өзі де түсіп қалуы мүмкін. 2 минут уақыт бар. Ал дәл осы шоудың үстінде құрметті көрермендер айта кетейік. Жол құрылыс техникасы саласындағы сенімді серіктесіміз Байқоңыр Machinery Company компаниясын таныстыруға рұқсат етіңіздер. Жалпы 2003 жылда негізі қалданған бұл компания Қазақстандағы көшбасшы ол табылады. Әзірге ұпай жоқ. Да, действительно, Куат идет вперед и не останавливается. Пытается сделать подсечку Нурберген. Бабында жүргенін көрсетіп тұр қазір Куат дайындық барысында. Және бүгінгі жекпе-жекке сәл кешігіп келді. Единственный вопрос, готовились ли борцы к этой схватке? Бойцы, боксеры, универсалы. Ал міне қазір 5-штіктіге отырғызды, аяқтан шалу әдісі. Да, получилось подсечка перевести Нурбергену. Куата Хамитова прихватывает ногу и выбирается. Айбек, сколько баллов уже набрал Куат Хамитов? Қазір 12-де 4 деген баға беруге болады, енді ескеретін болсақ. По каким правилам? По правилам борьбы? Еркін күрестің алатын болсақ. Призывает к активности рефери. Ал Нұрберген Шарипов қазір қараңыздаршы, аяққа жақсы қимылдайтын көрсетіп жатыр. Аяқпен шалу әдістерін жақсы меңгерген. Яғни осы қазақ күресі
басқа да күрестермен. Ал Гильотина! Ой-ой-ой, қазір соңына дейін жеткізе алар ма? Қуат Хамитов екінші мәрте. Нет, отпускает. Шығарып алды қазір басын Нұрберген де. Не стал тратить силы Хуат Хамитов на эту гильотину. Видимо, не такой плотный был захват. И, ну и, в принципе, 10 секунд остается до конца первого раунда. Силы надо экономить. Әзірге жекпе-жектің бірінші раундының жеңімпазы деп айтайықшы. Қуат Внимание, Хамитов. первый раунд схватки завершен. Ну, у меня первый раунд была задача. Мы поспорили с моим другом, не с Нурбергеном, а другим, что я его за один раунд сделаю 10-0. И вот как раз тогда был спор до 3 минут пауэрле длится. Я как раз торопился, чтобы за 3 минуты набрать эти очки. Я думаю, за 2.30, за 2.40 я 12 баллов набрал. Бросокқа лақтырып, 10-0 туда-сюда деп айтып жүр ғой. Ол мен шыны керек, мен вольныйға чисто по баллу я не рассчитывал, естественно. Мен расчет қойған жоқпын, по баллу болса, онда психологически, по баллым болатын болса, бірінші раунд мысалы, психологически дайын болатын едім, қай жағынан да. Өмірде 10-0 күтпеген, просто специально бердім да мен, какой-то момент күттім да мен болевой. Потому что ол базарнет, ол стойкіде нетіп жатыр ғой, лақтырып жатыр бросоктарға, балдарға мен даже әдейі бердім де айтсам да болады бар ғой, шыны керек бар ғой, потому что я 50% выкладывал насчет борьбы. Ал бұл хайлайттарда жаңағы Қуат Хамитовтың 4 балға лақтырдым деп қарсыласына. Да, и вот сейчас будет попытка броска, но тут конструкция помешала, чтобы она увенчалась прям эффектно. Торда күресіп те үйреніп қалған Нұрберген. 8 бұрыштың ішінде торда дәл осылай. Ал бұл жерде енді Тут сколько баллов? грек-рим күресімен 4 балл беруге болады. Сонымен 8-0 деп осы жерде айтып жатқаны анық. 4-0 в рамках. Ал осы жерде Нұрберген Шарифовтың міне осы бір әдісі. Көрдің бе? 5-ші нүктеге отырғыз. Бұл қазақ күрестен жамбас ұпайына ұласатын еді. То есть тут уже как бы в азаре, да? Пол победы. Қазақ күресінде 3 ұпай бар, яғни біріншісі жамбас ұпайы, одан кейін жартылай жеңіс, одан кейін таза жеңіс. Қазір бір ұпайын, алғашқы ұпайын алатын еді. Ал 2 жамбас ұпайы, 1 жартылай жеңіске дейін. Все, теперь понятно. Друзья, позвольте поблагодарить нашего надежного партнера ресторан «Шафран». С каждым визитом в «Шафран» вас ждут уникальные блюда, созданные с любовью и мастерством шеф-повара, а также атмосфера, которая делает каждый обед или ужин незабываемым. «Шафран» не просто ресторан, а символ изысканности и гостеприимства. Көрейік, қай спортшының күші бар. Әлі де 5 минут бойы күресті. Ну и второй раунд. Внимание, второй раунд. Тағы да аяқтан шалу әдісі, екі аяғын теуіп жатыр қазір. Да, Нурберген очень много попыток делает подсечек. Хочет перевести методом подсечки. Қуат Хамитовте әккі өте мықты балуан, ал қазір Нұрберген Шариповтың күші бойында екенін көруге болады. Енді екінші раундта керісінше көрініс көруіміз мүмкін біз. Все-таки борцы тратили силы в первом раунде, и у кого больше сил, тот и... Бұл жерде енді амплитудалық әдістер ұпай бермеген ескеретін болсақ, Қуат Хамитов көп әдіс жасады, және шаршап қалуы да мүмкін. Может быть, может быть. Сейчас мы как раз таки все это увидим. Аяғын алды, прихватывает, да. Грек-рим күресінің балуаны қазір аяқтан ұстап алды. Енді отырғызу керек, немесе әдіс жасауға болады. Қаттырақ көтеріп, екінші аяғын теуіп жіберсе, онда бұл әдісте ескеріледі. Ну или просто погонять сейчас. Нет, отпускает ногу, пытался в корпус зайти, сейчас хват. Қараңыздар, аяғының ішкі тарабынан іштен шалу әдісін жасап жатыр. Да, второй раунд у нас такой, выходит преимущественно в стойке, борцы у нас проводят. Второй раунд пока 0-0 по баллам. Рефери призывает бойца в синей быть активнее.
тек қана күрес емес, бұл жерде ауырту әдістерін жасауға болатынын ұмытып кеткендей болып тұр. Ал И вот снова спину Хуат забирает. арқасын бағындырды. Енді екі аяқты салу керек. Осы жерден де қылқындыру әдісіне шығып кетуге болады ғой. Иә, міне, сол қолын, оң қолын салып алды. Нет, пытался гильотину, теперь снова забирает спину. Будет ли заправлять ноги Хуат Хамитов сейчас? Ол да үлкен сұрақ. Да, пробует забрать шею. Что же придумает сейчас в позиции сверху Хуат Хамитов? Ну а Нурбергену Шарипову нельзя сейчас отдавать спину, что он уже почти сделал. Осталось только заправить ноги Хуату. Хуат Хамитов не дает шанса сейчас выбраться из-под себя Нурбергену Шарипову. Қазір енді аяқты қараңыздар. Осы жерде самбоның бір әдісі Вот. бар, аяғын Да. салып алып. Вот про то Аутуатсын. видео, которое я говорил, именно этим приемом Нурберген Шарипов, Иә. так скажем, заставил сдаться Хуата. Ол үшін екі аяғын бір-біріне Да, должен был заправить ноги тогда Хуат Хамитов, и тогда бы своей ногой, Міне, да, міне, вот міне. этим способом бы выворачивал ногу Нурберген, но Хуат Хамитов помнит, наверное, еще те приемы и не стал скрещивать ноги. қолға ауырту әдісіне армбарға шыққысы келген болатын, бірақ әнісі болмады. Да, пытался только что сделать армбар Хуат Хамитов, но Нурберген Шарипов быстро поменял позицию. В халфгарде сейчас находится Хуат Хамитов. Здесь, скорее всего, нужно попытаться выйти в сайд-контроль, выйти из гарда. Пока не очень это получается. Грузит сейчас Хуат. Иә, үшбұрыш әдісін Нұрберген лақтырып көрген, бірақ бұл жолы еш нәрсе шықпады. Қуат өте сенімді түрде қазір бір қолын байлап жоғары қарай шыққысы келеді. Да, не стоит забывать, что первый раунд уже подходит к концу. Чуть больше 30 секунд остается. И по правилам данного соревнования третий раунд будет точнее, победитель будет решаться в третьем раунде уже не submission only, а по броску. Хватит ли Хуату Хамитову 20 секунд для того, чтобы сделать прием? Аяққа Да, ауырту выходит әдісі на қазір. ногу. Аяққа ауырту әдісі. Нет, ну тут нету контроля, нету захвата хорошего. 9 секунд уақыт қалды. Біз үшінші раунд алғашқы рет көрейін деп тұрық. Первый раз мы увидим третий раунд. Второй раунд завершен. Так как не было досрочной сдачи по правилам на мат-рестлинг, сейчас будет объявлен третий экстра раунд. Второй период, если вы заметили, кто посмотрит схватку, они заметят, что я уже больше экономил силы, хотел поймать на болевой. То есть 2 раза у меня попытка была, 1 раз шею, 1 раз ногу. Ну, из-за того, что он скользкий был, уже второй период, мне тяжело было поймать. болевой тартқызбаймын дедім. Потому что мен хоть 2 раунд болсын, 3 раунд болсын, 4 раунд, хоть Қуат қандай положение алсын менен болевойда. Любой положение алып алып, міне осы захваттан тартам десе де, мен тартқызбас едім. Ал бірінші ұпайға дейін, қазір бірінші ұпайға дейін. Внимание, третий экстра раунд. Экстра раунд. Алғашқы ұпай Golden Score деп те айтуға болатын шығар енді осы жерде. Өйткені кім бірінші ұпай алады, сол жеңімпаз болады. Қуат Хамитов аяққа өтті және алғашқы ұпай бар. Болды, алғашқы ұпай бар ғой Қуат Хамитов Очень жеңді. быстро в третьем раунде Хуат Хамитов поддерживает победу. Тағда Қуат Хамитов айласын асырып кетті, құрметті көрермендер. Нұрберген Шарипов осылайша досынан Ну что, екінші мәрте жеңілді. 2-0 в противостоянии Нурберген Шарипова против Хуата Хамитова. Аяққа өтіп кетті. Грек-рим күресінің майталманы аяққа өтіп кетті.
Внимание, уважаемые дамы и господа, на 30-й секунде экстра раунда победу одержал Куат Хамитов. Аплодисменты, его соперник Нурберген Шарипов. В экстра раунде я уже не стал тянуть, потому что я базовый борец. У меня как бы поставлено все, поэтому вот так пришлось выиграть в экстра раунде. Нұрберген, сен пресс-конференцияда маған уәде бердің ғой, бәріне айттың. Үшінші раундқа жеткізбеймін. Үшінші раундта шаны шоқ сөп, болевой прием аяғына жасайын бет. Не болды бүгін? Ассалаумалейкум. Не болғанымса өзім де түсінбей қалдым, шыны керек. Ничего, счет 1-1. Қуат, счет 1-1 по грэплингу. Базар нет. Қуат, бүгін сен күнім болды. Бүгін, походу, ұйқыдан 10 аяғымен тұрған сияқтысың что-то. Окажется, сегодня твой день, окажется. Не айтам енді бана. Айттым ғой 10 минуттан бірақ болевой жасатпаймын деп. Бірақ хотя бы сол сөзім ұстадық қойшы. Рахмет. Счет Қуаттың жеңген, конечно, мойындаймын енді. Енді по очкам, по правилам, бана по правилам отты ол базар нет. По грэплингім по правилу отты, по правилу, да, мысалы. Қуат, енді сізден бір комментарий алайын. Пресс-конференцияны бәрі көрді. Қалай айттың, 10 балын алам деп алдың. Нұрберген сен аяғына тартам деп тарта алмады. Дұрыс па? Үшінші раундта ұтам деп ойладың ба сен? Давай, пару слов от тебя. Что ты сегодня думаешь? Жалпы Нұрберген мықты спортшы, біз грэплингтан екеміз бұны алдында Атырауда күрескен кезде бұл ұтып. Енді қазір шот 1-1 болды. Сондықтан мен де екінші раундта негізі болевой жасап, бір-екі рет попытка болды аяққа, одан кейін мойынға қындырам деп ойладым, бірақ бірінші раундта көп зрелище болсын деп көп бросоктан кейін үстім терледі ма, жода скользко мне было болевойға ұстау. Кішкене қиындау болды. Ал жалпы удивил, негізі мен бірінші раундта жаңағы бросоктан кейін изматывать еткен Нұрберген шаршайды, одан кейін спокойно қылқындырып тастайын ба деп сондай тактика болған негізі. Мен өзімді ойламадым үшінші раундқа жетеміз деп. Но мықты екенін мойындау керек, сондықтан енді үшінші матч реваншқа шақырып отыр ғой күрестен. Мен дайынмын. Енді жарысқа келетін болсақ өте жоғарғы деңгейде өтіп отыр. Енді келесі жарыстарға кішкене грэплингті көбірек кішкене дайындау керек сияқты. Келесі жарыста осы өзің суперсхватка кімді көрем деп ойлайсың? Кіммен? Шетелден ба, басқа палуандар бар мықты. Кіммен күрескің келіп тұр? Енді бізде шетелде күрескен кім бар? Мариф Пираев бар, Юсуф Раисов бар, одан тағым бар. Енді мықты спортшылар бар ғой, UFC-де бұрынғы өнер көрсеткен Диего Санчес бар. Солардың біреуін алып кеп, осы Номад рестлингтің поясына күрессек, өте қызықты шоу болатын сияқты. Сол үшін готов теме пояс. Все, мы тебя услышали. Я надеюсь, в следующем турнире мы Куата увидим уже не с нашими казахстанскими борцами, а уже с других международных стран и так далее. Можете в комментариях оставить, кто готов с ним сразиться. Нұрберген бауырына қастарыңа ылғи вольниктар жинап алып келді ғой. Дұрыстап дайындандар жігіттер, что-то аяғына защита ваша жоқ қой. Одан кейін Нұрбергенге балет еткенде жігіттер не расстраивайтесь. Нұрбергенге айттым мен. Нұрберген, мен Айманмын, мен жеңу үшін сен хотя бы 2 жыл библиотекада отырып, бірінші миды надо тренировать. Мышцы все могут тренировать. Бірақ миың жұмыс істемесе бесполезно. Тело не будет работать. Сондықтан Нұрберген құлағың алтын сырға бар библиотекаға ертеңнен бастап. Неге сен бүгін осы грек-рим күресімен шығып, осы грек-рим күресінің намысын қорғаймын деп, қай мақсатпен? Енді мен өзім грек-рим күресінен спорт шеберімін, Қазақстанның бірнеше дүркін жүлдегерімін, чемпион Қазақстан болған жоқпын, призер болдым. Среди взрослых, среди юношей. Сондықтан енді кішкене грек-рим күресінің дәрежесін осы аренада намысын қорғайын деп, осы грек-рим формасымен шықтым бүгін. Рахмет, Қуат. Шын жүректен құттықтаймын. Бәрін құттықтайық осы Қуатты. Батыр. Ал бұл тамаша көріністері өткен жекпе-жектің Нұрберген Шарипов және Қуат Хамитов арасындағы жекпе-жекте жеңіске Қуат Хамитов жетті. Экстра раундта, 3-ші раундта әдемі әдіс жасап жеңімпаз атанды. Ережеге келетін болсақ, ережені енді түсінген шығарсыздар. Өйткені 3-ші раундқа дейін жетсе, алғашқы ұпайға дейін күреседі.